Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен 10 минутта жасалынатын осындай әдемі манная каша жасайтын боламыз. Жасалу өте тез және оңай. Видеоның соңына дейін қарап лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өте тез, оңай дейтін себебім ұшақ қоспа бар құрамында және де барлығын бірге салып, бірге пісіресіздер. Бірінші осындай манная крупамызды салып аламыз. Ең бастысы мұнда қатынасын сақтасаңыздар болды. Әр 2 үлкен қасыққа 1 кружка сүт құясыздар. Ал порцияны есептейтін болсақ, мысалы, үйде кішкентай бала болса 1 үлкен қасық манная крупа, егер үлкен адамға 2 үлкен қасық манная крупа саласыздар. Осы қатынасты сақтасаңыздар, сіздерде идеальный манная каша шығады. Осылай, ондан соң үстіне қантымызды саламыз. Қантты по желанию, менде 2,5 қасық қант салдым. 6 үлкен қасық манная крупа, 3 кружка сүт. Осылай газдың астын ең қатысына қойып, міндетті түрде араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Манная кашаның барлығын істеуге 10 минутыңыз уақытыңыз кетеді. Осылай араластырып тұрасыздар, міне осындай манная каша шықты. Ең бастысы араластырып тұру қажет. Сонда без комков асты да жабыспай піседі манныйдың. Осындай міне сұйық та емес, қою да емес манная каша дайын болды бізде. Қазір кішкене суыған кезде кішкене қоюланады. Тарелкаңызға салып, балаларыңызға ұсынсаңыздар болды. Үстіне май қосып жесеңіздер де болады. Ол енді әрі қарай сіздердің қалауларыңыз бойынша жидектер қосып жесеңіздер болады үстіне. Бұл өте дәмді, ешқандай комоксыз, бір рет істегеннен шығады. Ең бастысы бағанағы айтқан қатынасты сақтасаңыздар болғаны. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.